Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. 16-шы сабақ, 60-шы тапсырма. Мысалды түсініп оқы. Жер тауға шағынды. Менің үстімде не болып жатыр, білемісің? Адамдар аяуды қойды. Бетімді бей-берекет айғыздап бітті. Тұқымдары құрып біткен аң құстарым мынау, сұлап жатқан теректерім анау. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады. Енді менде не қасиет қалды? Жердің көз жасы мөлтілдеп шық болып құйылды. Жер жылап жатты. Мен қайтейін, деді тау күңіреніп. Бәрін де көріп тұрмын. Бірақ қолымнан не келеді? Өзімнің де халім мүшкіл. Тау күрсінді. Мысалдағы негізгі ойды тап. Автор осы мысал арқылы не айтқысы келеді? Автор бұл мысал арқылы адамдардың табиғатты қорғамайтындығы, аяусыз ластап, ағаштарды отап, орнын толтырмай жатқандығын жеткізгісі келді. Қарамен жазылған сөздерді басқа сөзбен алмастырып көр. Жер тауға шағынды деген сөйлемдегі шағынды деген сөздің орнына мұңын шақты деген тіркесті алуымызға болады. Яғни жер тауға мұңын шақты. Өзендерім суалды, теңіздерім құрғады деген кезде құрғады деген сөздің орнына тартылды деген сөзді қолдануымызға болады. Мысалды әрі қарай жалғастырып көр. Ол үшін тау сөзін жұбату сөзімен толықтыр. Үшінші кейіпкерді адамды әңгімеге қосып, ол туралы айтылатын ой бөлігінде кешірім сұрау сөздерін қолдан. Құраған ой бөлігіңді дәптерге жаз деген тапсырма. Енді аяқтайтын болсақ, тау күрсінді. Мүмкін бір жанашыр жан бізді көріп көмектесер. Осы кезде бір топ туристер өтіп бара жатқан еді. Ішінен таудың мұңайып, жердің жылап жатқанын көріп, кешіріңдерші, сендерді бағаламадық. Сендерсіз біздің күніміз не болмақ? Сендер болмасаңдар, біз тіршілік ете алмаймыз ғой. Барлығын қайта қалпына келтіруге тырысамыз, деді. Тау мен жердің көңілдері көтеріліп қалды. Шындығында да біз адамдар күнделікті өмірде аса байқай бермейміз, бірақ біз табиғатымызға, экологиямызға көптеген зиян келтіріп жатырмыз, соны ертерек түсініп, орнын толтыруымыз қажет. Әйтпесе табиғатымыз құрып кету қаупі бар. 61-ші тапсырма, мәтінге ат қой. Ағасы Мирас пен Әлімге алма үлестірді. Мирас: рахмет. Ағасы: оқасы жоқ. Ал Әлім үндемеген қалпында тұра берді. Мирас: Әлім, сен неге рахмет айтпайсың? Әлім: ағам оқасы жоқ деді ғой. Оқасы жоқ деген сөз қандай мағына береді? Ол әуре болма, ештеңе етпейді деген мағына береді. Енді мәтінге қандай ат қойсақ болады? Мысалы, әдептілік, не болмаса алғыс айта білейік деген шақыру үндеу ретінде де тақырып қоюымызға болады. Әлімнің айтқанына келісесің бе? Келіспесең өз пікіріңді төмендегі сөздермен баста және аяқта. Кешіріңіздер, мен Әліммен келіспеймін. Өйткені кез келген уақытта саған жақсылық жасаған, өз көмегін ұсынған, тіпті жақсы сөз айтқан адамға да алғыс айта білу керек. Бұл әдептілік белгісі. Міне бұл үлгісі аяқтаудың. Енді сіздер осыған ұқсас өз нұсқаларыңызды жазып шықсаңыздар да болады. 62-ші тапсырма. Журналист үшінші сынып оқушыларынан әдептілік туралы сұхбат алды. Балалар төмендегідей пікірлер білдірді. Сәкен: адамның әдептілігі асықпай, анық, әдемі сөйлеген сөзінен көрінеді. Марғұлан:
Әдептілік, менің ойымша, әдепті қылықтар мен әдеттер, үлкендерге жол немесе орын беру. Әсел, әдептілік бұл сиқырлы сөздер. Оған мархабат, кешір, рахмет сөздері жатады. Назира, ең бастысы бір-бірімізге жылы көзқараспен, әдепті қимыл мен күлімсіреп қарау, сөйлеушінің көзіне, бет құбылысына мұқият назар аудару әдептіліктің негізгі белгілері. Маржан, әдептілік, меніңше, кез келген жақсы іс-әрекет, кішілерге қамқор болу, үлкендерге көмектесу. Қай жауап саған көбірек ұнады? Дәлелде. Бұны енді өздеріңіз ауызша таңдайсыздар, қай нұсқа сіздерге көбірек ұнағандығын. Сен де сұхбатқа қосыл, өз жауабыңды жазбаша білдір. Сіздердің ойларыңызша әдептілік дегеніміз не екен? Мысалы, мен былай жазар едім. Әдептілік бұл тыңдай білу. Яғни, сізге сөйлеп тұрған адамды тыңдай білу керек. Сөзді бөлмеу, өзіңді дұрыс ұстай білу және тазалықты сақтау. Өз жеке басыңның тазалығы емес, мысалы, өзің жүрген ортаңның, табиғаттың тазалығын сақтау, қоғамдық орындарда тазалық сақтау деген сияқты. Мысалы, қарапайым ойын алаңында тазалықты сақтау өте маңызды. Одан да сіздердің тәрбиеліктеріңіз, әдептіліктеріңіз көрініп тұрады. Тағы да барлық затқа жанашырлықпен қарау. Мысалы, мектеп мүлкіне, қоғамдық орындардағы заттарға ешқандай қиянат жасауға болмайды. Мысалы, партаның бетіне сызып жазып кету, орындықты қирату деген сияқты. Өйткені ол біздің ортақ мүлкіміз. Оны біз сыйлай білуіміз керек, құрметтей білуіміз керек. Міне, бұл да әдептілікке жатады. 63-ші тапсырма. Өз әдептілік деңгейіңді тест тапсырмасын орындау арқылы бағала. Сұраққа я, не кейде, не жоқ деп жауап бер. Тест тапсырмаларының сұрақтары: біріншісі, көршілеріңмен үнемі амандасасың ба? Егер я болса, я деген жерге белгі, кейде болса, кейде деген жерге белгі, жоқ болса, жоқ деген жерге белгі қоясыздар. Келесі сұрақ: тамақ ішіп болғаннан кейін анаңа алғысыңды білдіресің бе? Бұған да дәл солай үш нұсқаның біреуін таңдайсыздар. Үшінші сұрақ: сабаққа кешіккен жағдайда мұғалімнен кешірім сұрайсың ба? Төртінші сұрақ: абайсызда біреуді қағып кетсең, сен одан кешірім сұрайсың ба? Бесінші сұрақ: қиын есепті шығаруға көмектескен үлкендерге рахмет айтасың ба? Алтыншы: бір нәрсеге келіспеген жағдайда дауысыңды көтермей, бір қалыпты сөйлейсің бе? Яғни бұл жерде сабырлық сақтау туралы сұрақ. Жетінші: 8-ші наурыз мерекесімен анаңды, әжеңді, әпкеңді құттықтайсың ба? 8-ші сұрақ: ұйықтар алдында үйдегілерге қайырлы түн деп айтасың ба? Содан кейін ең соңында ұпайларыңызды санайсыздар. Я жауабына 2 ұпай, кейде деген жауапқа 1 ұпай, жоқ деген жауапқа 0 ұпайдан қойып шығасыздар. Егер 12-ден 16 ұпайға дейін жинасаңыз, сіздерде бәрі дұрыс жарайсыздар. Егер 8-ден 11-ге дейін ұпай жинаған болсаңыздар, үнемі әдепті бала бола алмайсың деген сөз. Егер 8 ұпайдан төмен жинасаң, әдепті бала болуға ұмтылу керек. Міне осы сұрақтарға қарап отырып-ақ әдептіліктің не екендігін, әдептілікке не жататындығын бірден есімізге сақтап алуға болады. 16-шы сабаққа берілген тапсырмалар міне осылар. Барлығын орындап шықтық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осы сабақпен, видеомен достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Және де келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін не істейміз? Каналға міндетті түрде тіркеліп қоямыз. Сол кезде сіздерге жаңа сабақ шыққан кезде бірден көрініп отыратын болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.